Кінім, мұның берекесіз нарғатты замана. Саған мұны түсіндіріп бола ма? Егер әкең үй көрмесе заңдылық, ол бәрібір қорғаның. Егер анаң үй көрмесе, оның аты жан бағу. Сенің алғаш бал тіліңді жазушыдай сұхбаттап мен шығарғам. Әпшеу десең жанарыма жас өріп, тәй-тәйіңді мен бастырғам табаныңа төселіп. Сенің тілің менің мына жүрегімде сөйлеп тұр. Әне, анаң келе жатыр жұмыстан. Жүгір күнім, әйнек тұр. Босағаға кірмей жатып шаршауынан айықсын. Кеше біраз тілін алмай қойыпсың. Атаң барда ата қызы бола сал. Әпше қызы екеніңді ел онсыз да біледі. Тек ауырлау қабылдайды оның ғазиз жүрегі. Апаңның да бетінен сүй, әжімдері жазылсын. Үйдің сұлу көктемесі байқаймысың, өзіңсің. Сенің сұлу балалығын менікіне ұқсайды. Ғұмырнамаң менікінен сұлуырақ болса екен. Сұлу тағдыр жазып алсын ал шекең. Күнім, мұның нары қатты замана. Сол заманда биік-биік түсініктен көп ада. Саған биік түсінікті қалыптастырғым кеп, тауға бардым арқалап. Бауға бардым, бал арадан қалқалап. Саған ақыл айта алмаймын, түсінігіммен тым ауыр. Ал өзіңе қауіп төнсе, жанды құрбан қыламын. Соны біл, сенің ерке, наздыныңе ердім. Әпшеу деші, құлыным.